негізгі трендтегі дақылдар қалай болады, не ексек болады, қашан ексек болады дегендей. Біздің Қазақстанда 24 миллион гектарға жоқ егістік жер бар. Оның мүмкіндігі одан да жоғары. Одан игерілмей жатқан жер қанша миллиондаған гектар жерлер бар. Жерді 5 жыл сайын демалтып тұру керек, Жердің түріне байланысты. Жердің шамасына байланысты. Оны фермерлердің қазіргі жан айқайы болып жатқан басты мәселелер қиындау болып тұр кішкене. Ауыл шаруашылығы деген бұл не ғой? Жыл сайынғы адам үшін челлендж ғой, бұл фермерлер үшін. Баршаңызға қайырлы күн. КМФ және КМФ демеу каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Мөлдір Мұратқызы. Бүгін сіздермен Қазақстандағы ауқымды бір тақырыптарды талқылайтын боламыз. Бұл агробизнес туралы подкасттар. Бүгін бізде қонақта Агроталқы каналының эксперттері Нариман Масалиев және де Бекзат Түрегелдіұлы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Түгелдей алғанда агробизнес туралы осы интернет әлемінде өте аз ақпарат. Менің білуімше сіздердің Агроталқы каналдарыңыз осы тақырып бойынша подкаст жүргізетін бірде-бір каналдардың бірі. Сіздерде аудитория өте үлкен, сіздер өте ауқымды тақырыптар талқылап келесіздер. Енді біздің КМФ-тің клиенттері үшін былай жаңадан қосылғалы отырған аудиторияға өздеріңіз таныстырып кетсеңіздер, немен айналысасыздар, қанша жылдан бері осы агробизнесте? Менің білуім бойынша енді 14 жылдан астам тәжірибелеріңіз бар. Кішкене таныстырып кетсеңіздер. Есім Бекзат Түрегелді. Негіз ауыл шаруашылығында мен жанұям ауыл шаруашылығымен айналысады. Бала кезден тәй басқаннан егіншілікпен айналыстық, мал бағымен айналыстық. Содан білім қажет ауыл шаруашылығында. Ауыл шаруашылығы университетіне түстік. Содан ол Қазақстанда білім жетпеді. Яғни озық технологияларды меңгеру қажет болды. Нақты Қазақстанның ауыл шаруашылығын көтеруде озық технологиялардың маңыздылығы өте жоғары. Себебі ол өнімділіктің качествосы дейді ғой. Качествосы, сапасы, одан кейін өнімділіктің мөлшері өте маңызды. Сөйтіп бірнеше 20-30 шақты елде әртүрлі тәжірибеден өттік. Теориялық емес, кәдімгі практикалық тұрда. Қалай Қазақстанның ауыл шаруашылығына қажетті тақырыптары бойынша. Содан білімді ары қарай қуып, ғылым докторы PhD дейді, соңында бітірдік. Осы арада қазіргі таңға дейін бірнеше шетелдік компанияларда жұмыс істедік. Өзіміздің егіншілікпен айналысатын шаруашылығымызды жүргіздік. Одан кейін Қазақстанның көптеген региондарында ауыл шаруашылығы саласында қызығушылығы бар фермерлерге оқыту жұмыстарымен де айналыстық. Жалпылама Қазақстандағы ауыл шаруашылығының дамуындағы өзіндік бір үлесті қосу мақсатта жұмыс жасап келе жатырмыз. Ал каналға келетін болсақ, каналдың қазақ тілді контенттердің өте аздығы, соны біз өз көзімізбен Қазақстанның бүкіл региондарын аралаймыз. Сол кезде көрдік, шаруаларға жетіспей жатады екен. Соны қолға алу мақсатында каналды ашып, қазақ деп жаны ашқан бүкіл қазақтың жігіттерін, қыздарын басын біріктіріп, біліммен бөлісіп жатырмыз. Түсінікті. Негізі өте өзекті тақырыптарды таңдайсыздар. Мен өзім қарап шыққан. Бұл біздің бастамамыздың да себепкері сол. Себебі КМФ-тің қазіргі таңда 70-тен астам клиенттерінің өзі осы ауыл шаруашылығында, мал шаруашылығында атсалысып келеді. Таңдаудың да маңыздылығы бар. Мысалға біз ойымыз келген тақырып емес, ол ауыл шаруашылығында жүрген шаруаларды көре отырып, қандай білім жетіспейтінін саралай отырып, сол тақырыпты жіктеп, сол тақырып бойынша түсінікті тілмен тәжірибелік тұрғыда жеткізе алатын маманды, өзіміздің арамызда маманды дайындап, сөйтіп подкастты сол арқылы түсіріп жатырық. Жалпылама солай? Нареке? Бекзат екеуміз негізі қатар келе жатырмыз. Тай құлындай тепісіп, сол студенттік кезеңнен бірге түскенбіз оқуға да. Осы 2005 жылы осы Қазақ ұлттық аграрлық университетіне түскенбіз. Бір факультетке. Топырақтану және агрохимия мамандығын бітіргем.
ол кезде ауыл шаруашылығы мамандықтарының бір абыройы деп айтсақ болады ма, қалай айтсақ болады, төмендеу болды ол кезде. Көпшілік қызықпайды ол салаға, көптеген сұрақтар болған, неге оған түстің деген сияқты, болашағы бар ма дегендей. Біз де соның енді болашағына сендік, оқыдық, білім алдық, сол жерде магистратурасын бітірдік, докторантурасын оқыдық, сосын ғылыми зерттеу институтында істедік, ғылыммен де айналыстық. Одан кейін университетте жаңа өзіміз оқыған мұғалімдік қызметте еттім 4 жылдай. Одан кейін осы соңғы 10 жылда осы ауыл шаруашылығының кәсібінде жұмыс істеп келе жатырмыз. Бизнес саласында, өндіріс саласында. Шетелде енді бір-екі жерде де болғандарымыз бар, бірақ көбінесе біз өзімнің тәжірибеммен Қазақстанда дамытып келе жатырмыз. Бекзат біздің шетелдік не бойынша, технологиялар бойынша өте озық маман. Ал менікі сол ішкі өңірлер. Одан кейін жаңа мысалы біздің каналымызға келетін болсақ та, біздің агроталқа біздің каналымызда 10-нан аса жігіттер бар. Ауыл шаруашылығы түрлі саласын қамтыған, жаңа өзіңіз айтқандай, оның ішінде мал шаруашылығына қатысты да жігіттер бар. Біздің де ойымыз сол болды, өйткені жігіттердің көбісінің тек қана теориялы емес, тәжірибелік, яғни өндірісте өткен тәжірибелер өте көп. Солармен қазақ аудиториясымен бөліссек, білгенімізбен бөліссек деген мақсатта бір ағартушылық қызметте істеп келе жатырмыз. Қаншалықты сол бұрынғы кезден, сіздердің оқу кездеріңізден бастап қазіргі кезеңді салыстырғанда қаншалықты жастардың қызығушылығы аса түсті? Бір андай градация бар ма? Біздің кезімізде түскен кезде, жаңа айттым ғой, біздің оқыған кезімізде ауыл шаруашылығына қатысты бір болашағын көрмеді көп адамдар. Ол кезде көп мамандықтар жаңағыдай экономистер, қаржы мамандары, немесе мұнай саласы өте қатты абыройлы болып тұрды да. Сол кезде көбісі сол салада оқуға тырысты. Біздің саланың көбісі болашағын көре білген жоқ та. Ал қазіргі осы соңғы 10 жылдың ішінде көрініп келе жатыр ғой, жердің қаншалықты керек екенін, азық түліктің қаншалықты керек екенін адам үшін. Сол себепті де қазір көпшілік адамдар мүмкіндігінше ауыл шаруашылығы маманы болмаса да, мүмкіндігі болса, жерлерді игеруге тырысып жатыр. Ол жерде оның бірінші маман керек қой жаңағындай. Маман дайындауда олар көбінесе мен өзім байқайтыным, өзінің ұлдарын, балаларын, қыздарын, немесе немерелерін, өзінің жақын адамдардан соған бір баулуға тырысып жатыр. Өйткені бұл ауыл шаруашылығы, бір сөз бар ғой, бүгін фермерлер не дейді, тоқтайтын болса өмір сүруін, ертең бүкіл адамзат тоқтайды деген сияқты. Соған адамдардың көзі жетіп келе жатыр қазір. Тағы бір сұрағым келгені, енді қазіргі таңда біз осы 3 өңірде агрофорум өткіздік. Бұл Тараз қаласында, Шиелі және Сарыағаш өңірлерінде әр жерде жан-жақты тақырыпты қозғадық. Сіздер бізде эксперт болдыңыздар. Сол кезде біз қатысқан кәсіпкерлердің сұрақтарын өте назар бөліп тыңдадық. Қазір енді сіздерге қандай өздерінің бір жүктермен келеді, қандай сұрақтармен сіздерге олар хабарласып сұрайды? Қазіргі таңда қай өңірде қандай қиыншылықтар болып жатыр? Сол жағынан кішкене тоқталып кетсек. Әрине, ол форумның кезінде де, форум өткеннен кейін де телефон нөмірлерді жазып алды. Одан кейін барған шаруалардың арасынан бір 5-10% бізді біледі екен, канал арқылы біледі, болмаса таныс арқылы біледі дегендей. Негізгі сұрақтары келесі жылғы трендте қандай дақыл болады? 23 жылы жасыратын жоқ, ауыл шаруашылығында жүрген адамдарға өте қиын десе болады. Қиын деп негізгі өндіретін дақылына кететін шығыны көтерілді біріншіден. Екіншіден, сол өнімін сату жағы қиындау болып қалды. Енді көрші елдерде болып жатқан жағдайлардың әсері өте қиын болып жатыр шаруаларға. Сол үшін ол бірінші сұрақ, сол негізгі трендтегі дақылдар қалай болады, не ексек болады, қашан ексек болады дегендей. Екінші сұрақ, ол әр дақылды егу процесс кезіндегі агротехникалық іс-шараларды қалай дұрыс қалыптастыру, дұрыс реттеу, қандай дақылды еккеннен кейін оның тұқымын қалай таңдаған дұрыс,
қай регионға қай тұқым дұрыс келеді, мысалға ана пестицидтерді қалай дұрыс ретімен таңдаған дұрыс, сондай бағыттағы сұрақтар келеді. Жерді қалай дайындау керек. Мал шаруашылығына келетін болсақ, үй жағдайында сүтті қалай, малдың беретін сүтін қалай көтеруге болады, оның майлылығын көтеруге болады. Одан кейін оны білесіздер, аурулар өте көп. Ол аурулармен тиімді аз шығынмен қалай күресуге болады, қалай реттеуге болады деген сұрақтар өте көп келеді. Біз енді қалалық жерде өмір сүріп жатырық та, біз сырттан қарап отырған адамдар үшін сұрақ өте көп туындайды. Енді қазір өте көп субсидия бар да, государственный, көбі андай бір бизнес ашқысы келеді, ауылдық жерде жері болса ойланып отырады да, қандай не өсірсем екен, не ұстасам екен. Қысқаша айтып кеткенде, шығыста мынау, батыста мынау деген сияқты мүлдем түсінбейтін адамдарға біздің Қазақстан деген үлкен ғой, енді өте әлемде 9-шы орында тұрады территориясы бойынша. Біздің Қазақстанда 24 миллион гектарға жуық егістік жер бар. Оның мүмкіндігі одан да жоғары. Одан игерілмей жатқан жер қанша миллиондаған гектар жерлер бар. Бірақ еліміз үлкен болғандықтан әр жердің табиғат, топырағы әртүрлі. Соған байланысты да егілетін, соған лайықты өсіретін дақылдар да түрлі болып келеді. Мысалы солтүстік жақтан алатын болсақ, ол жерде міндетті түрде астық дақылдары, арпа, бидай болсын. Одан кейін ол жақта майлы дақылдарға рапс, сосын зығыр, күнбағыс. Сол қара топырақтар ғой, ол жақта өскемен жақта, шығыс жақта алатын болсақ, ол жерде де көбінесе негізінен күнбағыс дақылы өте ең көп аудан осы Шығыс Қазақстан облысында. Өйткені таулы жерлер, топырақ, қара топырақ, ылғал, жауын-шашын жеткілікті. Ол жерде сол күнбағыстың өнімділікті ол жерден өте жоғары алады, 40 центнерге дейін алдыңғы қатарлы фермерлер. Одан кейін солтүстік Павлодар жағы келетін болсақ, ол жерде көкөністер. Негізгі бізде сәбіз бен картопты көп өндіретін сол Павлодар облысы негізі. Қарағандыда кіреді, бірақ негізі Павлодардан. Ертістің бойында құмды топырақ. Ол жерде Ертіс өзені бар, сол жақтан суаруға да жеңілдеуді. Орталық Қазақстан келетін болсақ, ол жер енді бізде далалық аймақ қой. Ол жерде бізде орталық Қазақстандарда орманда аз, өйткені эрозия көп та ол жақта, жел болғандықтан. Ол жерде астық дақылдарын көп егеді. Өзендер жағасы болатын болса, жаңағыдай көкөніс дақылдарын егеді. Ал мынау біз енді оңтүстікке келетін болсақ, бұл жер оңтүстік енді біздікі әмбебап жер ғой, бәрін өсіре беруге болады. Күнбағысты өсірсеңіз болады, көкөністі өсірсеңіз, астық дақылдарын да өсірсеңіз болады, бақша дақылдарын да өсіруге болады. Және одан кейін тағы да үлкен дамып келе жатқан бағыт бұл бақ. Алма бақ болсын, жалпы алмұрт болсын, одан кейін басқа да сүйекті жемістерді өсіру көбейіп келе жатыр. Мысалы, алша өсіру деген, немесе шабдалы өсіру, жаңа сорттарын, жаңа гибридтерін. Одан кейін бізде тағы да неге байланысты күннің де әсері өте көп қой өсімдік үшін. Күннің ыстықтығы деген сияқты, күннің түсуі. Сол үшін оңтүстікте бізде Қазақстанның бір ерекшелігі мақта өсіреді бізде 100 000 гектардай. Ол жер шарын алатын болсақ, соның ең солтүстік полюсіне жақын орналасқан мемлекет ең солтүстік мақта өсіретін. Қалғандар бізден төмен орналасқан, бүкіл дүниежүзінде мақта өсіретіндер. Одан кейін бізде тағы атақтан Қызылорданың өзінің алға тартатын ол күріші бар. Өйткені Сырдария бойында. Қысқасы осы негізгі бағыттары. Батыс ұмытып кеттіңіз ғой, батыс жақ. Батыс жақ өзім батыстан болғансыз. Бізде мұнайдан басқа бірдеңе бар сияқты. Батыста да негізі салыстырмалы түрде аудандар, жер көлемдері аз да. Мысалы, Орал облысында, Батыс Қазақстан облысы Оралды. Батыс Қазақстан облысы. Ол жерде 560-600 000 гектар жер бар. Яғни ең аз несі. Ақтөбеде бар, өйткені қара топырақтар кеседі. Ал мынау Ақтау, Атырауда, енді ол жерлер көбінесе Каспийдің бұрын орындары ғой. Ол жердің топырақтар тұзды болып келеді. Бірақ ол жерде қазір жылыжаймен айналысу өте көп. Жылыжаймен айналысатындар. Жылыжай. Сосын жүзім өсіру өте көп ол жақтарда. Басқа жаққа қарағанда жүзім өсіру қатты құмарлықтар артады. Сосын ол жақтың тағы да бір несі, бізден агроталық каналы бар, одан кейін өзімізде жеке каналымыз бар ютубта. Батыстан көп сұрақ түседі. Батыстан ол жақтың жаңа өйткені алдында жерімізге болмайды деді, олар шешу жолын іздеп жатыр да қазір. Қалай мысалы суды
сүзгіден өткізіп фильтрлеп қалай суарсақ болады, немесе осындай тұзды топырақтарда қандай дақыл өсірсек болады деген сияқты жолдарын іздеп жатыр. Біз барынша көмегімізді беріп жатырмыз. Менің ата-анам содан эксперт қой, ютубке кіріп алып, папаның 6 гектар жері бар да, өсірмейтін затты өсіреді ғой ол жерге дейтін там. Дұрыс қой, соның арқасында көрші көреді ананы өсіріп жатқан, қай дақыл дұрыс келеді. Ол мысалы үшін біз енді ғылымда қанша жыл жүргенімізбен, бірақ тәжірибелік тұрғыда ол сіздің әкеңіз сол жерде өсіріп тексеріп көретін болса, ол кісінің білімі өте жоғары болады. Яғни сол регионға не қажеттілігін өзі анықтап алады. Вот негізі осы сұраққа қайтып келетін болсақ, маған қызық, сіз айтып жатырсыз ғой жаңа сіздерге осы қазір не өсіруге болады, не актуальны болады деген сияқты сұрақтар туындайды, кәсіпкерлерден. Осы туралы Қазақстан бойынша исследование жасайтын центрлар бар ма? Жылына 5 жылда бір рет болсын, 10 жылда бір рет болсын, айтатындай жердің құнарлығы қаншалықты өзгерді, өзгермеді ме? Институттар біздің осымен айналысады ма? Бар. Бұл мемлекеттік тапсырумен айналысатындар бар. Қазгипроземді қалай айтады қазақшада? Қазгипрозем деген бар. Ол мемлекет тапсырысымен жердің әр 5 жыл сайын сіз айтқандай топырақтың құнарлығын балл bonitетін есептеп шығады, және топырақ картасын жасайды. 5 жыл сайын. Одан кейін осы саланы зерттеп жүрген бөлек ғылыми зерттеу институттары бар. Әр бағыты бойынша. Мысалы топырақтану, агрохимия деген саласы бар. Топырақты зерттейді олар. Олар да сол топырақтың сорлану деңгейі болсын, құнарын төмендеуі болсын, оның құнарлығын жоғарылату, мелиорация бойынша олар да үлкен жұмыстар істеп келе жатыр. Одан бөлек те институттар көп. Олардың әр ауыл шаруашылығы, осы егіншілік саласындағы ғылыми зерттеу институттарының міндеттері ішінде осындай топыраққа қатысты, тыңайтуға қатысты бөлімшелер болады. Оларды міндеттерде жыл сайын осы айналысып келеді. Ол негізі көрермендер көріп отыр ғой негізі да. Қайдан алуға болады? Біз соңында бір ссылка қалдыра аламыз ба? Осындан жерден қарай алады дегендей. Себебі негізі көбіне қалай болып келеді? Көбі білмейді ғой жерді тынықтыру керек екен. Андай жеке шаруашылықпен айналысып келе жатырған адамдар жыл сайын егеді, ойланады, бір жылда күшті шықты, келесі жыл неге шықпады деген секілді. Сондай бір нақты ақпарат бере аламыз ба біз? Бере аламыз. Ол жерде қараңыз, енді өнімнің бірде болып, бірде азаюын түрлі факторлар бар оған әсер ететін. Оның топырақтың құнарлығына ғана әсер етпейді оған. Басқа да мәселелер бар да оған қатысты, түрлі мәселелер бар. Ауа райы болсын, аурулар болсын, оның технология болсын, жаңа Бекзат айтып өткен жаңа тұқымға қатысты да, тұқым сапасы, оны қалай ектіңіз, оны қалай күттіңіз деген сияқты оның түрлі нелер бар. Оларға қатысты да негізі жалпы біздің арамызда мамандар бар, сарапшы мамандар. Жалпы болжам айта алатын, қандай естесе болады, қалай күтсе болады деген сияқты. Оны біз сілтеме болса да бір деректерін қалдыра аламыз адам мамандардың. Жақсы болды. Негізі былай қысқаша тілмен айтқанда, негізі былай алыстан қарап айтсақ, жерді 5 жыл сайын демалтып тұру керек, Жердің түріне байланысты. Жердің шамасына байланысты. Одан кейін сенің қалтаңа байланысты. Мысалы үшін көп шаруалар жер демалдыруға мүмкіншілігі жоқ. Себебі оның жері өз кішкентай, оны бір жыл екпейтін болса ақшасыз қалады деген дейді. Сол үшін ондай жағдайда максималды түрде сеоборот дейді, ауыспалы егісті қолданады. Яғни бір дақыл қайталанып кетпейді. Келесі жылы басқа дақыл егіледі. Себебі әр дақылдың өзінің аурулары бар, өзінің қажетті минералдарды топырақтан тартатындары бар. Сол үшін ауыспалы егіс қажет етеді. Бағанағы қандай дақыл егу керек деген нәрсенің өзі өте терең сұрақ негізі. Бір дақылдың бір сортты бір жерге екіп, бірдей оған жағдай жасап, бірақ 2 жылда 2 түрлі өнім алғандар өте көп. Яғни бірінші жыл жақсы өнім алады, келесі жыл өнім дұрыс емес. Бағанағы Нариман айтып кеткен дұрыс. Топырақ климаттық жағдай өте қатты әсер етеді. Кейбір жылы жауын шашын көп кететін болса, аурулар көбейіп кетеді, зиянкестер көбейіп кетеді. Түнде салқын болып, бір күні сол белгілі бір фазасында түн салқын болып қалса, бір күннің өзі. Соның өзі өсімдіктің ары қарай өсуіне, оның жеміс беруіне тікелей әсер етеді. Оны көбісі ойлайды, биыл мынандай ұрықты айтып кетейін, биыл мынандай ұрық алып келді. Келесі жыл тура соны сатып алдым, бірақ онша емес өнім берді.
контрабанда бір нәрсе екен деп айтып қалады, сапасыз берді деп. Әңгіме ода емес, ол түрлі факторлар әсер етеді. Мынау ауыл шаруашылығы деген бұл не еді ғой, жыл сайынғы адам үшін челлендж ғой, бұл фермерлер үшін. Әр жылдың өзінің алып келетін қиыншылықтары бар да. Фермерлердің енді оған қазіргі ақпараттарды өте көп қой. Іздесең табасыз, соған байланысты оның қарсы тұруға болатын, алдын алуға болатын, себебімен күресуге болатын жолдар да бар. Бірақ ол жыл сайын бір тұқымды егіп кетіп, күзде жинап кету келетін жағдай емес, жыл сайын. Қазірде бір мынандай бір қалжың сөз бар. Бір фермер бүкіл мәселесін шешіп дейді, егістегі. Бәрін шешкеннен кейін өмірінің мәнінен айырылып қапты дейді. Сол сияқты фермер үшін ол мәселе шешілмейді. Жыл сайын жаңа мәселе, жыл сайын фермер соған бейімделе береді, күресе береді, тәжірибелі бола береді, соған байланысты. Қазақстанның әрбір жерінде өзекті деп тұрған қандай жағдайлар бар фермерлерде? Өзекті болып жатқан жағдайлардың бірі ылғалдың жетіспеушілігі. Бірінші мақсат ол жылдан жылға күрделене береді. Егер су үнемдеу технологияларды қазірден дұрыс меңгеріп, осы бағытта өзін білім жетілдіріп, ары қарай жұмыс жасамаса, енді өкінішке орай ұйықтаған адам ары қарай минусқа кете береді. Себебі қазіргі таңның өзінде былтыр анық мәлім болды ғой енді. Оңтүстік егізі егіншіліктегі суғармалы егіншілікте негізін оңтүстік регион ғой. Оңтүстік регион өзінің проценттік жағын білмеймін, бірақ қай жерге бармын бәрінде сумен проблема болды. Жетілдіріп отыр. Егер шынымен шаруашылық фермер осы бағытта ауыл шаруашылығымен айналсам дейтін болса, күнделікті білімін жетілдіріп отырмаса, қазір 20 ғасыр емес, қазір 21 ғасыр, интернеттің заманы, қажет болатын болса, терсең интернетте сенің сұрағыңа жауап келеді. Басқа тілден келсе де оны аударып аласың. Сөйтіп өзің біліміңді жетілдіріп, өзіңнің келесі жылға, не только келесі жылға, 3-4 жылдық жоспарыңды құрып, қолыңнан келгенше, қазір мемлекеттен де субсидиялар, ол су үнемдеу технологиясына, дәрі-дәрмекке, минералды удобренияларға, техникаға бәріне беріп жатыр. Тыңғылықты документіңді дайындап, мемлекеттен беріп жатқан нәрсені максималды түрде қолдана отырып, келесі жылға прогнозыңды дұрыс қойып отырып, өсімдікке қажетті уақытта қажетті нәрсені бере отырып, бәсекеге сәйкес болып табысыңды табасың. Егер ондайды қаламай, осыдан 15 жыл, 20 жыл бұрынғы трендпен жүре берем, сол бұрынғы әдіспен арықпен суарам, бұрынғы әдіспен шаша салам, кейін өндіре салам, еге салам деп немқұрайлы қарайтын болсаң, онда жағдай қиын болады. Соны ескерген дұрыс. Рахмет. Негізгі қазіргі таңда осы фермерлерде осы өндіру жағы қиыншылық па, әлде ар жағында бизнес цепочка арқылы оны сату қиыншылық болып тұр ма? Қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Екеуі де бар ғой. Екеуі де бар. Біріншіден жаңа Бекзат айтқандай, былтырғы жыл мысалы ылғалдың жоқтығы көп қатты әсер етті. Жаңбыр аз болды, бір жағынан. Жаңбыр аз болды. Мысалы солтүстіктер әсіресе, оңтүстігіне жаңбыр, одан кейін жаздағы ыстықтар. Мысалы біздегі мысалы Қостанайдағы 49 градус ыстық болған. Ойлаңыз, енді өсіп келе жатыр өскін. Бидай болсын, басқа майлы дақылдар болсын. Ол күйіп қалды көбісі. Ол жақта ондай температура аз ғой. Сосын одан кейін жауынның болмауы, ылғал жоқ. Өйткені ол жақта суармалы емес қой, ол жерде тәлім егіншілік, яғни топырақтан суармай тәлім егіншілік дейді ғой. Жаңбырмен. Тек қана ауадан түсетін, атмосферадан түсетін ылғалдармен ғана. Сол мәселе. Одан кейінгі мынау біздің ана көршілерде болып жатқан жағдайларға байланысты, ол да әсер етті көп жағдайға, жаңағы сату мәселесі дегенде. Одан кейінгі тағы бір мәселе, оңтүстіктерде былтыр болған қайтымды аяздар. Қайтымды аяз, мысалы, алма бақ гүлдеп жатқан кезде қайтымды аяздар көп болды. Соның өзі көбісінің гүлдердің үсіп қалуына әсер етті. Сосын алманың өнімі аз болды деген сияқты. Оның өзі үлкен. Одан кейін мысалы еліміздің сонау оңтүстік жағында егіліп жатқан мысалы қарбызы болсын, сосын
капуста деп қалдырды ғой қазір, орам жапырақ емес, қазір капуста дейді. Қырыққабат емес қазір, капуста дейді. Капустаны да дұрыс өткізе алмай қалулар, ол жаңағыдай қауынды да қауынды да болды. Қауынды да өткізілмеді. Одан кейін былтырғы қаңтар айындағы температураның күрт төмендеп тұрақты бір ай тұруы, одан кейін қалың қар жауы жылыжаймен айналысатындарға үлкен мәселе болды. Жылыжай жылыта алмай қалды ғой. Жылыта алмай қалды. Бір, екіншіден қар пленканың үстіне көп жиналып, жылыжайлар құлап қалды. Құлады, былтыр сондай жағдай көп болды. Например, жылыжайдың енді 50% кейбір кезде 40-30-50% кейбір кезде одан жоғары шығыны негізі жылытуға кетеді. Ана температура бір ай тұрақты минус болып тұрды. Ол жұқа пленка, оны тез жылытып тұрмасаң, өсімдік белгілі градус төмендесе үсіп қалады, болмаса бағанағы бір фазасында зиянды әсері болып, ары қарай дұрыс өнім бермей қояды. Одан кейінгі неге байланысты сату өнімді, өндірген өнімді кішкене дұрыс бағамен сатуда кішкене қиындау жағдайлар бар. Өйткені көкөніске келетін болсақ, көрші елден кіріп келе жатқан өнімдердің бағасы кішкене төмендеу. Біздікілер соған бәсекелес бола алмай қалып жатады, әсіресе көкөністерден. Жидектерде де сондай кездеседі. Мысалы, әсіресе құлпынай өндірісі болсын, қанқорай өндірісінде де болсын. Соған байланысты ондай жағдайлар болды. Бірақ бұл заңдылық емес, қатты жыл сайын өзгеретін мәселелер. Фермерлер соған бейімделу тырысады. Жаңа біз айтқан ауысуға егістерін пайдалану арқылы, немесе бір дақыл емес, бірнеше дақыл егу арқылы бір жерден диверсификация ұшыраса, екінші жағынан ұтады. Мысалы, былтыр ең жақсы болған дақылдар, мысалы, көңіл бөлінбейтін қант қызылшасы өте жақсы болды. Сосын күріш дақылын өте пайда көп болды фермерлерде. Биыл да күріштің бағасы өседі. Одан кейін жаңағы бидай болсын, күнбағыс болсын, жүгеріге келетін болсақ, оның бағасына, оның өз алдына бір тақырып негізі ол. Оны фермерлердің қазіргі жан айқайы болып жатқан басты мәселелер қиын болып тұр кішкене. Айтып кетсеңіз, қай жағынан? Көрші елдердегі негізгі шаруашылықтың көлемі үлкен болатын болса, одағы өндірілетін дақылдың себестоимасы өзіндік құны төмендей береді. Көп болған сайын. Көп жағдайда 100% емес. Сол шарада бір екіншіден біздің көрші еліміз солтүстік жақтағы, оларда жаңбыр көп қой. Топырақ, қара топырақ көп. Ол қара топырақ, жаңбыр, бағанағы жердің көлемінің үлкендігі, ол мысалы үшін бидай, жүгері, күнбағыстың өзіндік құнын төмен қылады. Содан бұл бизнес экспортқа шығарады. Экспортқа шығарған кезде оның өзіндік төмен болғандықтан оны сатып алушылар соған қызығады. Содан көбінесе сондай сатып алып, ішкі өнімде өндірілген жүгері болсын, бидай болсын, сату жағы қиын болып қалған жағдайларда бар. Ал енді көкөніс тағы басқа келетін болса, оңтүстік региондағы елдерде оларда жер температураның да рөлі өте қатты ойнайды. 0,5 градус температура жоғары болса да, соның өзі өзіндік құнын төмендеткізеді. Яғни оған ол дақыл тез піседі. Одан кейін жұмыс күші деген әңгіме бар. Оңтүстік региондарда оңтүстік көршілерімізде жұмыс күші де арзан. Біріншіден ол да әсер етеді. Осындай факторлардың әсер етуінің арқасында, яғни 23 жыл қазақтың шаруаларына оңай жыл болған жоқ. Енді оған қайғырудың қажет жоқ. Бұл керісінше бір былайша айтқанда өз-өзіңді дамытуға нақты қадамның бастамасы ретінде қалыптастыруың керек, өзіңе қабылдауың керек. Бірінші шаруаларда жаңағыдай шаруалардың көбісі бізде техникалар лизингте, мысалы, мемлекеттен банктерден несие алады. Сосын жұмысшыларының жалақысы бар, тұқым алу керек, тыңайтқыш алу керек, жандар жағармай алу керек деген сияқты, оның шығыны да көпті. Жаңағыдай былтырғы күтпеген жағдай қатты қалталарын ұрды. Мысалы, өзіміз Алматы облысында әсіресе жүгері
сатылмай қалды. Мгм. Далада шіріді көбісі. Мгм. Өйткені оны алатын қанша завод бар бізде? 3 завод ба? Крахмал шығаратын заводтар. крахмалоподочнее. Иә. Олар несін қамбасын толтырды. Мгм. Енді сол жаңағы көрші елдерден көп кірді ау деймін. Көрді. Оның үстіне біздің жүгерілердің көбісі мына көрші Өзбекстан мемлекетіне көп сатылатын Мгм. дәні. Мгм. Ол жақтарда жаңағы солтүстік көршімізден өздерінің қамбаларын толтырды. Сол үшін біздікілер жүгерілерін сататын жер таппай далада шіріп біразы қалды көбісі. Негізі Қатты қиын болды. былай осы ауыл шаруашылығына кіріп кәсіп бастайым деген адам енді бастап жатырса ақыл сұрайды ғой енді айналадағы адамдарда. Бірақ дұрыс тұрғыда бастайтын болса 5 жылдық жоспар жасайды ма, әлде 2-3 жыл жарайды ма? Негізі былай алдын ала дұрыс жолмен бағытпен бастайым деген жас балдар, жас қыздар қалай істеу керек? Енді ол жаңағыда айтып өткендей дақылға байланысты да, топырақ климат жағдайына байланысты. Қай жерде орналасқансыз. Мысалы тәлім жерде кететін болсаңыз, яғни суарылмайтын жерде. Ол кезде 5 жылыңыз құрсаңыз болады. Әрине, өйткені ауыспалы кесімдіктер керек. Оңтүстік мына жақта енді жылыжай болатын болса, оның несі өз алдына бір бөлек. Енді 5 жылға болмаса да, бір 2 жылға жоспарыңыз болған дұрыс қой. Иә. 5 жылыңыз 1 сезон емес, бір 2-3. Қатып қалған бір жылдық жоспар жоқ. Әркім өзінің ыңғайына қарай дұрыстайды ғой. Сол бағанағы Нарим айтқан, бірінші өзің топырақ климат жағдайын қара. Сол жерде максималды түрде не ексең, болмаса не өсірсең, немесе немен айналыссаң, саған максималды түрде пайда келеді. Аз шығынмен. Біріншіден, екіншіден өзіңнің материалдық жағдайыңа қара. Неге шамаң жетеді. Үшіншіден, хотя минимальный білімің болу керек. Қай бағыт бойынша білім. Ана қазақта бар ғой, алтынды тапқан жерден қаз деп. Өзіңнің қандай артықшылығың бар, соны пайдалана отырып, ауыл шаруашылығымен айналысуға болады. Бұл жерде мамандардың ойы да маңызды негізі. Кейде мынандай жағдай болады да, бізде көретін көп жағдайымыз бар. Мысалы, бір жылдар болады, мысалы, бір дақылдың бағасы жақсы болады. Өнім. Соны келер жыл көбісі соны егеді. Соны өсірген. Оны түсінікті ғой, кейде не көбейген кезде, не дейді, өнім көбейген кезде, ол кезде сұраныс азайып кетеді. Өйткені сұраныс жауып жерде баға түседі. Сол үшін міндетті түрде экономикалық жағын есептеген дұрыс. Мамандармен міндетті түрде ақылдасқан дұрыс. Қазір мамандарды жоқ емес қой, табу оңай. Әлеуметтік желі бар. Негізі көрермендерге айтып кетеріміз, егер сұрақтарыңыз болса, Нариман, Бекзатқа комментарийға жазып кетулеріңізге болады. Біз міндетті түрде келесі подкасттарда қарап жауап беретін боламыз. Себебі шыны керек, мен қазір сіздер тыңдап отырғаннан көп мәлімет естіп отыр, маған жаңа мәліметтер. Енді 23 жылда айтып кеттік қой да, бір қиындау жыл болды деп. 24-ке қандай болжам бар? Қалай ойлайсыздар? Жағдай жақсара ма? Кәсіпкерлерге кішкене телефонмен сұрап алайын деп. Жаңа бас бір ай өтті ғой, бүгін 1 ақпан. Негіз биыл Бекзат толықтыра жатыр. Өйткені бұл жаңағында айттық, бұл ауыл шаруашылығы болғандықтан бұл да факторлар өте көп та. Сіздің болжамаған кейде бір қарапайым шегірт келіп қиратып кетуі мүмкін да, сіз күтпегеннен жерден деген сияқты. Немесе зиянкес шығады, бір ауру шығады деген сияқты. Сол үшін нақты айту қиындау, сол үшін. Бірақ белгілі бір болжамдар болады ғой бәрібір. Биыл мысалы қазір оңтүстік Қазақстан жақта капуста егу басталып кетті. Капуста егіп жатыр қазір. Олардікі, құдай қаласа, сәуірдің ортасында піседі. Сәуірдің ортасында. Яғни бастамасы жаңа бір ай болды, бізде оңтүстік басталып кетті несінде. Ал солтүстікке келетін болсақ, әсіресе былтыр 2023-те жауын шашын аз болған, өнімді мысалы біреулер 2 центнер, 3 центнер. Яғни гектарына 200 килограмм, 300 килограмм жинаған өнімдер бар. Оны біреулер жинауға да не дейді? Шығын, оны комбайн кіргізудің өзі шығынға кіріп кетеді. Сол үшін тастағандар бар. Олар міндетті түрде ондай өңірлер кішкене азайтады. Ауданын азайтады. Немесе басқа дақылға ауыстырады. Мейлінше қолынан келетін болса суармалы егістікке айналуды тырысатын мүмкіндіктері болатын болса, жақын жерде өзен болатын болса, басқа болатын болса. Немесе ондай жерлер көкөніс қосуға тырысады. Сосын мысалы жүгерінің несі азай мүмкін емес,
иә жүгерінің ауданы азаюы ауданы мүмкін. азаюы Оны кім ығыстырады? Оны бос қалмайды ғой. Ол жерде оңтүстікте суармалы жерлер мүмкіндік бар. Оны май бұршағы егуі мүмкін, Қытай бұршақ, соя. қант қызылшасы Қант қызылшасы кіруі мүмкін. Қант қызылшасы бағасы жақсы болды, өнімі де жақсы. Немесе күнбағыс кіруі мүмкін. Менің болжамым сондай, Бекзат өзі. енді болжам жағы қиындау, бірақ фермерлердің көбісі суды аз қажет ететін дақылдарға көшеді. Ол 100%. Биыл барлығын анықтап көрсетті. Мысалы үшін оңтүстік Түркістан облысының оңтүстік жақтарында капуста егілу басталды. Помидордың, қызанақтың, қиярдың көшеттерін, бұрыштың көшеттерін дайындау басталды. Яғни жылыжай емес, парникті, бужай дейді. Бужайларда уже ол желтоқсаннан бастап дайындалып болған уже процесс кетіп жатыр. Парник деген мынандай жаңа капуста егіліп жатқан, оның өзі жаңа Бекзат айтқан мынандай сыртынан былай не жасайды? Дуга жасайды да, былай жерден пленкасымен жабады. Екі қабат жасайды, сол кезде ішіндегі ауа жылып тұрады ғой. Температураны ыстық түскен кезде, күн түскен кезде сол жерде температураны да қалады, одан кейін топырағы жылиды. Сөйтіп белгілі бір жағдайда максималды түрде өсімдіктің өсіп кетуіне, үсіп қалмауына сол жерде жылулық болады. Енді менің өзім жеке енді бір 70-те сияқты айтып қояйын. Эксперттік ойыңыз ба? Ағылым, шамаңның жеткенінше диверсификация жаса. Бір дақылға қатты қалма. Диверсификация дегеніміз бұл дейтін бірнеше дақыл, бірнеше түрлі дақыл түрлендіру. Мысалға, бір дақылың болмаса, екінші дақылыңның жолы жүріп, бағасы жоғары болып, мынаның шығынын жауады, өзіңе табыс келтіреді. Андай айтып кетсеңіздер, жақын қандай бар? Енді бәрімізге танымал помидор мен огурцты қатар егеді ғой. Сосын кабачокты егеді, иә? Оның да бір факторлар. Максималды түрде шығыныңды азайту үшін сенің қолыңда қажетті не бар сол дақылды өсіруге? Ол сенің, мысалы үшін, ол жерге жүгер егіп, мына бетіне қияр егетін болсаң, саған уже екі түрлі технология керек болады. Сол үшін тағы басқа нәрселер керек болады. Сол үшін сенің материалдық жағдайың қандай, техникалық жағдайың қандай, тракторың бар ма, жоқ па, ол жерде культиваторың бар ма, сеялкаң бар ма. Мысалы үшін сеялкаң, сен басқа дақылға жаңа бір сеялка алмайсың ғой. Сол сеялкамен қолданатын дақылдың бір сеялкада бірнеше дақылды егуге болады. Сөйтіп максималды түрде шығыныңды азайта тұрып, айтамын ғой, шамаң жеткенше шамаңа қарай диверсификация жасауың керек. Ал көкөніске келетін болса, көкөністе әрине ол қияр, капуста, бұрыш, тәтті бұрыш, одан кейін баялдында егу басталды. Одан кейін ертегісінде қазір редиска егеді, зелень егеді. Былайша айтқанда, шынымен айналсам десең, негізі ауыл шаруашылығы өте қызық. Табысы сен аш қалдырмайды, бірақ ақылмен жұмыс жасау керек. Өкінішке орай енді ауруын жасырғаны аңдамай кетіп қалады дейді ғой. Шаруалардың аралаймыз, қатып қалған бір идеология бар. Оны жайлап жойып, өмірдің ағымымен өзіңнің біліміңді жетілдіріп, топырағыңды, как будто сен организміңді сезгендей сезіп, қалай жағдайда өзің балаң сияқты қарап, сөйтіп ауыл шаруашылығымен айналысу қажет. Немқұрайлы қарау, ол живой организм ғой. Сен аямайды. Мал шаруашылығында да тура сондай. Бұрынғыдай малды жіберіп қойып, кейін күзде жинап алып сойып сатам деген де қазір әдіс қалып бара жатыр. Максималды түрде малыңның өнімділігін, тиімділігін жоғарылатудың шараларын, оны селекция жасауың керек. Оны қажетті мөлшерде бағудың тәсілін қолдануың керек. Қай уақытта сұраныс етке жоғары, ол уақытты реттеуің керек. Одан кейін бағанағы логистиканы дұрыстауың керек.
малдың бағудың тәсілі де өте көп. Мен мысалға өзім де мал баққам. Өкінішке орай кейін малды бағуды жетік меңгерген елдерде сол мал бағу тәсілдерін көрдім. Көзбен көрген кезімде ана жерде жылағым келді. Ойбай, не мынау? Оказывается, біз вообще малға мән де бермейді екенбіз. Ол малды кәдімгі мал ретінде қарайсың. Ал ол саған наң беріп жатқан жанды нәрсе ғой. Значит, сен оған да сен өзің балаңдай қарауың керек. Уақытысында суын беруің керек. Су 24 сағат сол жерде тұру керек. Су жылы болу керек. Су таза болу керек. Су салқын болатын болса, анау мал семірудің кететін күшін ана сен берген суық суды жылытуға жұмсайды. Одан кейін шөпті әр малға қажетті түрде, қажетті көлемде, дейді, размерде беруің керек. Асты тап таза болу керек. Мен бір ана қайсы елде еді? Германияда ма еді? Жоқ, Германияда бір шаруашылыққа кірген кезінде сенесіз, ана жері тазалығы біздің көп үйлер ондай емес шығар. Тап таза. Одан кейін тазалығының арқасында ана мал тұрақты уақытты өлшелген ана жоспар құрады. Сол жоспар бойынша сол етті беріп жатыр бір. Еттің көлемі. Одан кейін сол сапалы етті беріп жатыр. Аурулардан арылған нағыз ана жер тап таза. Одан кейін ол малдың етінің тазалығынан одан кейін қанша өлім бүргендіктен бағанағы магазиндер мен контрактілер бар, магазиндерге жеткізіп тұрады. Яғни өсіру де бар, сатуы да бәрі реттеліп болған. Бізде негіз сондайға көшуіміз керек. Енді айтуға оп-оңай, бірақ келешек солай. Ұмтылатын бағытымыз бар дегендей. Иә, өте көп. Ал қазір бізде жер жетеді ғой негізі Қазақстанда. Жер игерілмей жатқан жер. Сол үшін кейде біз жерді бағалай бермейміз да көбінесе. Әлемде төртінші орында екенбіз ғой, ана ауыл шаруашылығы жер көлемінен. Мысалы көршілер мемлекеттерге қарайтын болсақ, мына Өзбекстанға қараңыз, Қырғызстанға қараңыз керек. Ол жерде жер аз да өте халық. Сол үшін ол жерде барын салады кішкентай жеріне керек. Ал бізде жер көп. Керек десең жаңағы есіктің алдында ауланың өзі кейде біреулердікі 20 сотық, жарты гектар, 1 гектарға дейін жетуі мүмкін кейбір ауылдарда. Соны игере алмай жатамыз. Бірақ сол біз қадіріне жете алмай жатырмыз. Көп болған кезде қадір кетеді ғой көп нәрсенің. Бірақ жайлап соны игеруге тырысып келе жатыр, ол да бір қуантады. Қазір оның бір мысалы бұрынғы жаңағыдай қызанақ пен қияр ғана емес, қазір басқа дақылдарды өсіру. Бекзат айтты, аскөктер, мысалы шпинат өсіру деген жақсы. Сосын қазір өте күшті өсіріп келетін руккола деген бар. Салат қосып жеп жүр адамдар. Ода олар негізі витаминдер өте бай. Мысалы шпинаттың өзінде ақуызы өте көп, ішінде йод көп, темір көп деген сияқты. Одан кейін қазір бағасы да жақсы, өсіруде қатты қиын емес, көп жер талап етпейді. Одан кейін голубика деген дақыл бар. Соны өсіру қазір қолға алды. Сосын спаржа өсіру. Спаржаны мысалы қолында көп адам жемейді ғой, көбісі неге ғана қосады деп ойлайды көбісі. Қазір ресторандарда ол дейтін андай. Ресторандарда кәдімгі негізгі салатқа қосылатын нәрсе. Салатқа сосын не қылдырып береді? Қасына ет тапсырыс берсең, соның қасына кәдімгі гарнир сияқты қылдырып әкеліп береді. Одан жаңа айтып өтпекшім, тек қана есік алдында емес, қазір жертөледе өсіретін адамдарды пайда болған қаланың өзінде. Жертөледе ішіне арнайы осындай жарықтарды қойып, сол жерде жаңа аскөктерді өсіріп жатқандар бар. Саңырауқұлақтар өсіріп жатқандар. Түрлі кәдімгі немесе бағаналық тәсілмен де өсіріп жатқандар бар. Бағана не дейді, ішіне не салып, субстрат салып, сол жерге тыңайтқыш салып, сол жерін өсіріп жатқан. Яғни істейтін адам былай айтқанда дамып келе жатыр ғой. Әрине тауып жатыр. Одан кейін көбісі ойлайды, ауыл шаруашылығы десең көп жер керек. 5 сотықпен 5 сотық жер кішкентай қой, жағы 100 метр, жағы 5 метр. Сол 5 сотық жермен Өзбекстанда мен Қырғызстанда көп жанұяларды көрдім. Сол жерде бағанағы аскөктерді өсіріп, тағы басқа дақылдарды өсіріп,
бір жылда 3 өнім 4 өнім алады. Сөйтіп жанұясын бағып жатқандарды көрдім. О деген сөз шек жоқ. Одан кейін қараңыз, бағанағы рукколалар тағы басқа бағасын көрсеңізші. Бағасы ұшып тұр ғой. Оны өсіру тәсілі қатты қиын емес, бірақ сен оған профессионалды түрде даярлануың керек. Және подвалдың өзінде саңырауқұлақтарды өсіріп әжептәуір табыс тауып отқандар. Оның бәрі импортпен келіп жатыр ғой бізге. Бір пысықтықпен сұраныс қандай екенін біліп алған дұрыс та. Қалалық жерлерде, ресторандар көп жерлерде сұраныс неге өсіп жатыр, соған бір андай заманауи түрде ілесіп кеткен кәсіпкерлер болса, олардың табысы өсе беретін шығар, соған байланысты. Мынау үй жағдайынан бастай беруге болады, негізі бірінші. Үйің үшін өсіріп көруге болады. Жаңағы айтып кететіні шамаңның жеткенінше жаса. Мысал үшін жүгеріні мысал келтірейін да. Мысалға біреулер 50 гектар егеді жүгеріні. Орташа өнімділігі 6 тоннада гектарынан. Ол 50 гектарды баптап күтетін оның техникасы да жетпейді. Оның суғаратын суы да жетпейді. Оны суғаратын адамы да жетпейді. Одан кейін оған ауру зиян келген кезде оған дәрі-дәрмек шашатын техникасы да жетпейді. Зачем бұлай жасау? Енді маған айтып оңай шығар, бірақ 10 гектар, 15 гектарыңды ек, шамаң жететін болса, техникаң соған жететін болса, сөйтіп сол жерді максимально өнімді жоғары ал. Ол биологиялық тұрғыдан жай жүгері, мысалы үшін 20-25 тонна, 30 тоннаға дейін береді. Биологиялық тұрғыдан. Яғни биологиясы ұрықта уже селекциямен жасалынып қойылған. Сен просто соны уақытысында суғар, уақытысында жеріңді культивация жаса, уақытысында дәрі-дәрмегін берді. Неге сол жерден 12-13 тонна, 15 тонна алмасқа? Сонда былай ойлап қарасаң, 15 гектарыңнан сен 50 гектарыңдағы өнімді алуға болады. Сөйтіп жасап жатқан шаруалар бар. Төмен Алматыдан солтүстік жақта су канализация баратын жер. Сорбұлақ жақ, соның жандарында шаруалар бар, 20 тонна алып жатқан. Көбекпейді, бірақ максималды өнімді жоғары алады. Басқа дақылда да негіз сондайға көшуіміз керек. Мысалы үшін, мен Америка мен Канадан бізде салыстырайық та, о жақта бір тонна гектарынан алу, бидайдың өнімін алу деген ол, яғни банкрот деген нәрсе ғой. О жақта мысалы үшін 3 тонна, 4 тонна, 5 тонна, 6 тонна одан жоғары алады. Негізі бізде сондайға максималды түрде өтуіміз қажет. 10.000 гектар еккеннен гөрі 2.000 гектарыңды дұрыстап екті, сол жерде максималды өніміңді ал. Қазір мен бұны ескен шаруалар боқтап атқан шығар мен. Бірақ енді өмірдің ащы шындығы осы. Негізі осы сіздердің тәжірибелеріңізде осындай жағдай болды ма? 15 сотка жері бар адам өндірісін көтере алмай қалды делік. Содан кейін сіздерге келіп ақыл сұрап. Әрине біз мынау жұмысымызды Бекзаттық болсын, менікі болсын, бәрімізге өндіріспен байланысты да жыл сайын біз тәжірибе жасаймыз. Олсыз болмайды. Өзіміз фермермен тығыз байланыстамыз. Білгенімізді бөлісеміз. Оның үстіне бізде 100% игеріп алған адам жоқ ауыл шаруашылығында. Бізде бір нәрсені жыл сайын үйренеміз, өзімізде тәжірибе қойып. Сол жиған терімізден бөлісеміз. Әрине оны көріп жатамыз ондай нәтижелерін. Мысалы ауруға қарсы тұру болсын, зиянкеспен күресу болсын, немесе технологиялар болсын, жаңағы қандай тұқым таңдау керек, қалай өсіру керек деген сияқты. Оған байланысты Бекзатта бізде ол мәселені көреміз. Ол біз көру ондай нәтижесін бізге, ол да қуаныш, фермерлер сондай жетістікке жетіп жатқан. Негізі сол ақылға мән беріп тыңдап білудің өзі де үлкен сананың белгісі ғой, негізі көбіне. Қазіргі таңда айтады ғой, если кәсіпкерді бағытқа жетелей білудің өзі бір үлкен кәсіп деп. Сондықтан да бұл өте. Біздің арамызда бір жігіт бар, ол мал шаруашылығының білікті маманды. Біз сол бойынша да
бірнеше видеолар түсіргенбіз, подкасттар түсіргенбіз. Ол жігіт жаңағыдай бір кісі айтқандай 2 сиырдан бастаған ғой. Қазір үлкен бір шаруашылықты басқарады. Мысалы оның үйінде қалай үй жағдайында, кейде осылай студия отырып түсірсең, кейде сұрақтар болады, оның көз жетпеуі мүмкін да адамдардың. Оның үй жағдайында көп түсіргенбіз. Үйінде қалай қарап жатыр ол. Мысалы бір күнде ол бір сиырдан, оның сиырлары 35 литр сүт береді бір күнде. Бір күнде. Оны 400 теңгені сатады. Енді біреудің дүниесін санау оңай ғой, есептеп алуға болады, қиын емес. 35-400. Сосын шығынды есептеп бергенбіз. Сосын ол жер қандай жем беру керек, қалай араластыру керек, түрі қандай, бағасы қандай, бәрін оны істеп атқандар бар, әрине. Бірақ кері пікірлер де бар. Бұл жатқан шығын ғой деген сияқты. Ондай да адамның ішіндегі бар ғой, міне несі. Жалқаулығы болсын кейде анау. Ақыл кеңесті дұрыс толық қолданбай, нәтижесі басқаша болып кетіп, теріс. Бірақ соны көру істеу арқылы сүтті өндірісін өте жоғарылатып жатқан адамдар жетеді. Ондай өте көп. Енді күнделікті қараңыз, бағанағы енді 14 мың теңге ғой, 14 мың теңге бір сиыр 14 мың теңге саған выручка беріп тұрса, 30 күнде қанша, 420 мың ба? Оның несі ғой, өзі есептеген кезде соның күніне 3 мың ба, 3,5 мың теңгесі шығынға кетеді. Шығынға кетсе, 3,5 мың, 100 мың теңге, аржағында 320 мың теңге, 300 мың теңге ол бір сиырдан табыс көріп тұр да. Үйінде мысалы үшін оған көп сиыр емес, бір 5-6 сиырын ұстаса, 1 миллионнан артық табысын кеп. Бұл айтқанда көп сөйлеу мүмкін, ой, әртүрлі нәрселерді қолданады. Жоқ, қазіргі бізде қолда бар жемдерді, қолда бар дәрі-дәрмекті, қолда бар басқа да технологияларды жай оған қатты мида қажет жоқ. Жасырын түрде емес, бұның бәрі жазылып тұр. Ашық түрде рет-ретімен жасап, соны алып жатыр. Бағанағы теріс пікірлерде де көп емес. Мысалы үшін 10 пікірдің біреу, екеуі сондай болып қалады. Ол не только мал шаруашылығының басқасында да. Бағанағы айтқан нәрселерді уақытысында істейтін болсаң, бір, екіншіден сенің сиырыңның породалығына да әсер етеді ғой. Ол сүтті бағытта болу керек. Сүтті бағытта болғанда да оның денсаулығы, дене пішіні дұрыс болу керек. Оның астындағы бағана айтып кеткен уақытысында боғын тазаламай, уақытысында ана жерін жасамасаң, оның өзі де ол живой организм дұрыс сүт бермеуі мүмкін. То есть ол стресс. Любой организм стресске түсіре беретін болсаң, оның өнімділігі төмендей береді. Бізге де адамда да сол ғой, мысалы үшін шөлдеп тұрсаң, біреу келіп бір нәрсені теріс айтып қалса, ағалас ұрысып кетесің ғой. Бұлай ойлап қарасаң, қарның тоқ, барлығы жайында болатын болса, олай адам айтқан нәрсеге қатты мән бермейсің да. Малда да тұры сол, өнімде де тұры сол. Бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Ал өсімдікте өте күрделі. Ол анау көбісі ойлайды, анау өсіп кеткен кезде, жаңа жемісі бүйтіп шығып жатқан кезде, сол кезде дұрыс қарап, мынандай алу керек деп. Ол өсу емес, өзі белгілі бір фазада уже ол жерде жеміс қалыптастырып қояды. Сен тура сол моментте басқа уақыттың барлығында дұрыс қарап, тура сол моментте суаруды ма, тағы басқаны, удобрение беруді ма, өсімдікпен, зиянкеспен күресуді тура сол моментте дұрыс қойды масаң, анау жеміс онша қалыптаспай қалады да, содан кейін барып өнімділігің мысалы үшін 20%, 30%, 50%-ға азайып кетеді. Ойлап отырасың, мен бәрін істедім ғой. По факту бір момент жіберіп алдым. Осыған орай білімді сол бағытта мықты меңгерген, теориялық емес, тәжірибелік тұрғыда өз қолымен істеген адамның әшейін бір 5 минуттық ақылы сенің бір жылда қаншама кететін шығыныңды азайту мүмкін. Жай бір сөздің өзі. Сол үшін фермерлерге де айтатыны көбісі
менің айтқаным дұрыс, менің осы 20 жылдан бері мен осыны істеп келіп жатырмын, осы дұрыс деген нәрсеге қатып қалмау керек. Қолыңнан келгенше өзіңде оның айтқан нәрсесін 100% бәрібір қолданбайсың, өзің ішіңде формулаң болады. Яғни іріктейсің, өзің шама шарқыңа қарай қолдануға әрекет жасайсың. Бірақ максималды түрде ақыл кеңесті тыңдадың ба, максималды түрде қолдануға тырысуың керек. Ізденіс тоқтатпау керек. Ізденіс тоқтатпау, бұл жанды организм бір. Екіншіден топырақ климаттық жағдай жылдан жылға өзгеріп жатыр. 2, одан кейін технологиялар жылдан жылға өзгеріп жатыр. 3, білім жылдан жылға өзгеріп дамып жатыр. Осының бәрін реттеуің керек. Сосын кім ойлаған, мысалға логистика көршілердегі жағдайға байланысты бір жылда былтыр, алдыңғы жыл 22-де логистика 2 есе қымбаттап кетті. Мысалы үшін бүкілі қымбаттап кетті. Дәрі-дәрмек те қымбаттап кетті. Ұрық та қымбаттап кетті. Басқа да ауыл шаруашылығында қажетті нәрселер қымбаттап кетті. А сен ондайға дайын болмадың да. Негізі былай тыңдап отырсақ, ауыл шаруашылығы туралы сөйлесетін тақырыптар сонша көп. Ол техника, жапырақтардың аурулары туралы, жердің құнарлығы туралы. Негізі осы бастамамыз жақсы деп ойлаймын. Ары қарай көптеген бейнебаяндар шығады деп ойлаймын. Су тапшылығы туралы, жердің құнарлығы туралы, мал шаруашылығы туралы толықтай бейнебаян түсіру керек деп ойлаймын. Біздің көрермендерге қызықты болатын секілді. Өзекті талқылау болған секілді. Рахмет көп. Өте қуаныштымын. Сізге рахмет. Біздің көрермендерге. Кейін айта кететін нәрсе, кейінгі эксперттеріміз келеді ғой. Біз өзіміздің білім деңгейімізге байланысты ақпаратты беруге тырысамыз. Одан кейін әрқайсысына детально барлығын анық айтуға оған күндер емес айлар жетпейді. Сол үшін біздің эксперттерде, бізде мейлінше біз не көрдік, соны шамалы түрде жеткілікті түрде сіздерге айтуға тырысамыз. Ал терең сұрақтарыңыз болатын болса, уже бір специфический бір жағынан, ол уже кейбір кезде айтады ғой, мынандай нәрсені айтпай кетті, мынандай нәрсе болмай қалды, қалып қойды, болмаса мынаны айтқаны поверхностный болды деп айтады. Біздің мақсат ол поверхностный айту. Ары қарай уже детально кіріп кетті, уже тікелей маманмен байланысы арқылы шаруаларымыз өз ақпараттарын қажетті алып алады. Түсінікті. Негізі осы КМФ демеуде алдыңғы осы жылға 24-ші жылға көптеген мақсаттар бар. Агро саласын дамыту, агро саласында кәсіпкер болып жүрген біздің клиенттерге, клиент болмаса да сұрақтары туындап жатырса, сіздер арқылы да былай внешний эксперттер арқылы сұрақтарына жауап беру біздің осы жылғы бір мақсаттарымыздың бірі болып табылады. Сондықтан да Бекзат айтып кеткендей, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер, біз оны міндетті түрде талқылайтын боламыз. Кейін жаңа айтып кеттіңіз ғой. Соза берем ма? Соза берем. Форум, семинар, тағы басқалар қажет па деген нәрсе. Ол білім берудің негізгі бір жүйесі ғой. Онсыз қиындау. Ол өте қажет нәрсе. Напсы ән жерде живой фермермен сөйлесе отырып, ол фермерге сен белгілі бір дұрыс ақылыңды айттың ба, ол фермердің жанында және 20-30 өзінің көршілері бар. Сомен бөлісе отырады. Солай білім дамиды. Сарафанный радио дегендей да. Міндетті түрде агрофорумдарға келіңіздер. Біз дейтін алдын ала хабарлама жасайтын боламыз. Біздің Нариман, Бекзат эксперттеріміз алдыңғы агрофорумдарда бізде керемет қылдырып өткізген болатын. Рахмет. Келген кезде сұрақ жауаптарыңызды дайындап келіңіздер. Көп орындарға дайындалып келіңіздер.